Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Видеоның соңына дейін қарап лайк басуды ұмытпаңыз. Мен сіздерге қазір күшті бір оқиға айтып беретін боламын. Ақшаға, байлыққа барар жолда асықпаңыз, оңбай құлауыңыз мүмкін. Мына оқиғаны айтып берейін. Бір жас альпинист таудың ең биік шыңына шығуды көптеп армандайды екен. Біраз дайындалған болады, алайда тәжірибесінің аздығына қарамастан қиын да қауіпті жорыққа аттанады. Жоғарға көтерілген ол жерден біршама алыстағанда шаршағанын сезеді. Дәл сол тұста демалып алуға ыңғайлы лагерь болады. Бірақ шыдамсыздық танытқан альпинист алған бетінен қайтпайды. Даланы көзге түртсе көрінбес қараңғылық байлай бастады. Оқыстан аяғы тайып кеткен альпинист төмен қарай құлдилайды. Өлген жерім осы шығар деп ойлайды. Алайда тау тасқа қадалған байлаулы жіп ұстап қалады. Арада біраз уақыт өтеді. Ауада қалқып тұрған оған жіпті кесіп жібер деген дауыс естілгендей болады. Бірақ альпинист оны шайтанның арбауы деп ойлайды. Осылай асылып тұра берейін деп көмекке біреу келер деп үміттенеді. Қанша уақыт өткенін кім білсін, таудың ар жағында тымырсық аязына денесі мұздай бастайды. Таң ағара бастаған шақ, тұла бойын суық дендеп алған оның төменге қарауға дәрмені әрең жетеді. Сөйтсе, әттең жерге 1-2 метр ғана жетпей қалған екен. Өзегін өкініш өртейді, бірақ тым кешеді. Суықтан әбден үсіп қалған денесі үсіп кеткен альпинист сол кезде қатты жаураған еді. Сол кезде альпинист өледі. Жіпті кесіп жібер деген беймәлім дауыс шайтаннан емес, Алла тағаладан келген белгі болды. Расымен де жіпті кесіп жібергенде аман қалар еді. Бұл оқиғадан сабақ алар 2 нәрсені ұғуға болады. Ең бірінші, асықпа, аптықпа, сабыр сақта деген. Екіншісі, жүрегіңнің тыңда, ол алдамайды. Сізге осындай видеолар ұнайтын болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.